Поставить телефон на режим беззвучия. Добрый день всем, кто пришел сегодня в наш пресс-центр, кто смотрит нас в прямом эфире из пресс-центра Бюро по правам человека. У нас тут такое затишье было месяц. Кажется, что ничего не происходило, но вот, видимо, опять сейчас одна с другой пресс-конференции. И сейчас у нас криминальный случай, но тоже такой показательный, который дает понять, что пока у нас не пнешь правоохранительные органы, они не шевелятся. Это уже какая-то такая сложившаяся практика нашего пресс-центра, поэтому люди вынуждены обращаться, поскольку их дела, кажется, такие очевидные, но тянутся годами, и виновные так и уходят от наказания, вплоть до того, что дела закрывают или выходят сроки давности. Сегодня у нас опять грустная и тяжелая история, которая произошла год назад, но так и не дошла до своего логического окончания. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз бүгін Ақнар Гүлстанға қатысты кейс жөнінде айтамыз. Осында Гүлстан ханым, марқұм Ақнардың анасы бар. Ол егжей-тегжейлі бір жылдан бергі іске қатысты өзінің білетінін, түйгенін, ана ретінде басынан өткерген барлық әділетсіздікті айтып береді. Қазірге бұл іске мен заңгер ретінде осы енді ғана кірістім. Енді тергеуде, ары қарай сот процесінде Гүлстан ханымның жәбірленуші ретінде сенімді өкілі боламын. Қазірге менің істе түсінгенім, тергеу органдары Гүлстан ханымның қолында бар бірде-бір дәлелді қаперге алып отырған жоқ. Іс бір ғана баппен, өзін-өзі өлтіру бабымен қозғалған, бірақ бүкіл дәлелдер, видео дәлелдер, фото дәлелдер қыздың 7-ші қабаттан құлағанға дейін ұрып соғылғанын, азапталғанын растайды. Оған енді ауыр болса да әділеттілікке жету үшін көрсетуге мәжбүрміз. Мен бұл жерде тергеуге қатысты бір фактіні айтқым келіп отыр. Іске енді кірсемін, ары қарай барлық арыздар жазылады, тергеуге қатысты іс-әрекеттер болады. Бірақ осы уақытқа дейін осындай дәлелдер бола тұра, неге іс бойынша азаптау бабы қосылмағаны біздің тергеу органдарына үлкен сұрақ. Міне Гүлстан құлап қаза тапқанға дейін видео кадрлар бар, видеоларды да көрсетеміз. Ана қасында болған екі қыздың тұншықтырып жатқаны. Гүлстан марқұмды кейін аналар жерлейтін кезде тырнақтары жұлынған. Енді адам 7-ші қабаттан құлаған кезде ол тырнағы жұлынып құламайды ғой. Тырнақтары алдын ала жұлынған, ол азапталған. Міне тістелген денесінің барлық бөлігінде тістің іздері бар. Денесінің барлық бөлігінде. Яғни азаптау іздері анық денеде бар. Оны медициналық сараптамаларда растап отыр. Көзі көгерген, әр жерлері тырналған. Енді тергеу органдарына қатысты кейде бізге айтады, сынайсыңдар, бүйтесіңдер, сөйтесіңдер, жұмыс істеуге мүмкіндік бермейсіңдер деп. Бірақ неге осы уақытқа дейін іс бірақ баппен тергеліп келе жатыр? Бұл үлкен сұрақ қой. Неге өзін-өзі өлтіруге итермелеу бабымен ғана? Неге мына азаптау видеолары, мына азаптау дәлелдері осы күнге дейін қаперге алынбаған? Бұл 2024 жылдың шілде айында болған. Яғни 9-10 ай уақыт ішінде тергеу мынандай дәлелдер бола тұра, неге азаптау бабын қоспаған? Осы фактінің өзі заңгер ретінде менің тергеу органдарына үлкен сұрақ туындатады. Қалған көптеген 10 айдан бері көрген қиыншылығын, барлығын қазір анасы айтып береді. Бірақ мен қазір заңгер ретінде нақты тергеу органдарына
бас прокуратураға осы сұрақты қойғым келеді. Осындай дәлелдер бола тұра 10 айдан бері неге іске азаптау бабы қосылмаған? Неге азаптау видеолары, фотолары, дәлелдері бола тұра қасында болған, міне тұншықтырып тұрған, мына қолдың иесі бар ғой, қазір. Мына қызды тұншықтырып тұрған видеолар бар. Мына қызды тұншықтырып тұрған қолдың иесі бар. Неге ол әлі күнге дейін бостандықта? Неге? Осы сұрақты қойғым келеді. Ары қарай біз қоямыз, арыз жазамыз, ары қарай бұл іс бойынша барлық тергеу әрекеттеріне мен қатысатын боламын. Добрый день, коллеги. Рада встрече, но, к сожалению, всегда наши встречи по не очень радостным событиям. Сегодня у нас будем говорить о кейсе Ахнар Гульстан. В 24 году, в июле месяце, девушка погибла, упав, говорят, следствие, а мать считает, что ее выбросили с 7-го этажа. И теперь, как доверенное лицо потерпевшей, то есть матери, я приступаю к этому делу, и главный вопрос, как юриста, у меня возник, когда я стала изучать дело возбуждено только по одной статье – доведение до самоубийства. А если смотреть на видеокадры, на фото, то, что я уже показывала, следы пыток, они очевидны. Девушку до падения, это еще дальше нужно будет выяснять, она сама упала или ее выбросили, она была жестоко запытана. Следы укусов, синяки, есть видеокадры, где ее душат. И представляете, до сих пор 9-10 месяцев статья пытки не добавлена. Дело расследуется только по одной статье. И самое главное, те, кто были рядом, две девушки, которые находились рядом, все еще на свободе. Есть постановление прокурора о том, чтобы выдворить их в СИЗО на время следствия. Оно постановление от 24 октября, но оно не выполнено. И здесь возникает другой вопрос. Почему постановление прокурора 9 месяцев не выполняется? Чем у нас занимается прокуратура? Чем у нас занимается Генпрокуратура? Они эти свои постановления просто так выпускают. На видеокадрах мы их еще покажем. Видно, что девушку душат. Есть же хозяйка этой руки, которая душит, да, ее. Почему она до сих пор на свободе? Это главный вопрос. Теперь мама, которая уже 10 месяцев прошла все круги ада и до сих пор борется за справедливость для своей уже умершей, к сожалению, дочери, расскажет в деталях, что и как. А я, как юрист, взяла дело только и дальше будем изучать и делать соответственное ходатайство. Самое видное, что мы видим, это нужно добавить статью пытки, нужно применить санкцию в отношении девушек. Это большой вопрос, почему они 10 месяцев ходят на свободе. И теперь я передаю слово матери. Сәлеметсіздер, құрметті журналистер, құрметті қазақ елінің жанкүйерлері, барлық телеарналарда, YouTube арналарының журналистері, барлықтарыңызға сәлем өздеріңізге. Мен енді Гүлстан Ахнардың мамасымын. Осылай әділет істеп сандалып жүргеніне бір жылдан артық уақыт болды. Bir жыл уақыт болды. Енді делоның жалпы барысын айтатын болсам, бұл істің жалпы барысын айтатын болсам, 2024 жылы шілденің 20 күні қызым Ахнарды ЖК-ны 7-ші болып 433 пәтерде екі қыз қинап, азаптап 7-ші қабаттан лақтырып жіберген.
7-ші қабаттан лақтырып жіберген. Енді сол күні маған, мен ол кезде Қытайда болдым, Қытай Халық Республикасына барғаныма 2 күнге болған семьямызбен. Сонымен түнгі сағат 2:30-да мені WhatsApp-ма жаңағы звонок келеді. Мен жүгіріп жаңағы барамын, 3 рет звонок келді. Барамын, бейтаныс бір қыздан телефон келеді, Ақнардың телефонымен. Ақнар звондап жатыр екен. Мен аламын телефонды, Ақнар деймін десем, бір мас қыз алады да телефонды. Ақнар мына жерде ана төбелесіп жатыр, айқайлап жатыр бұлар деген сияқты сондай сөздер айтады. Не дейді, бір қыздың жаңағы несі мамасы топырақтың астында деп айтты, сосын ақбол жоқ. Мен айттым, ондай болса бер Ақнарға телефонды дедім да, телефонды бер Ақнарға. Мен өзім сөйлесейін дедім. Десем, ол қыз тілін шайнап, мас болып тұрды, айтады, жаңағы бермейін телефонды, неге береді екен? Өлсін, мен полицияға беремін дейді да. Сосын кейін артынан кейін мен де звондадым, әкесі де звондады. Біз даже Ақнарға телефон алдыра алмадық. Кейін мен сосын кейін ағасына звондадым. Мен білмеймін Ақнардың қай жерде екенін, баршы сен. Осылай Ақнардың телефонынан звонок келіп жатыр маған дедім. Ол аралықта сол әкесінің жаңағы соткасына енді бір қыздан, жаңағы қыздан не келеді жаңағы. Мына жерде көрсету керек пе? Аудио келеді. Мынаны өлтіріп жатыр, қылқындырып жатыр, ана қызды өлтірді деген. Аха, өлтірді, міне қылқындырып жатыр, міне өлтіріп жатыр, шашын жұлды, анау өлді деген сондай аудиолар келеді да. Сосын мен одан ары қорықтым, о жақта алаңдап. Бірақ таңға таяу мен мына осы жерде отырған ағаларымның барлығына хабар келді. Бұл кісілер маған айтқан жоқ, тек қана құлап қапты деді. Кейін мен келдім, ертесіне таңертең ана жақтан шықтым. 12-ші больницада болды менің қызым. Кешкі сағат мен келетініне жарты сағат бұрын бұл дүниеден өтті. Мен де больницаға келдім, қызым кетті. Туыс-туғандарымның бәрі сол 12-ші больницада болған. Сосын енді келгеннен кейін мен роботыға барамын. Туысқандармен бірге өзім есімнен танып, қайта реанимацияға түсемін. Маған ақыл скорый шақырады туысқандарым. Сонымен ес-ақыл бірде жеп, бірде жемей роботыға барамын. Менің қызымның вакуумда туылған орынды көрсетіңдер. Болған деломен болған жағдайды мен таныстырыңдар деймін. Роботыдағылар маған жауап бермейді. Жоқ, сіздің қызыңыз өз құлап кеткен, өзі ұшып кеткен. Ол не үшін өзі ұшады? Ол өлетін жер таппай жүрма ол. Не үшін деймін мен. Ал сосын кейін қызымды шығарып алдық, 2 күн моргта жатты. Оған экспертиза жасайды, анау мынау деді, жарайды дедік, енді заңға бағынайық дедік. Кейін қызымды жуындырған кезде жаңағы мен мына жерде осы жуындырған туыс-туғандары барлығы отыр. Қызымды жуындырған кезде міне осылай жаңағы бүкіл жаңағы бір тырнағы, мына тырнақ маникюристқа мына түбіне жұлып алған. Сосын кейін 3 тырнақ жаңағы маникюрдің ол үшеуі жоқ, білектері жаңағы тістеген білегін. Мына тамағы деген тырналған, мына жерде қылқындырған із бар. Мына фотолардың артып көрулеріңіз болады, барлығы бар бұныңда. Сосын кейін мына сол жақ бүйірі тебілген, сол жақ бүйірінде тепкен із бар. Сосын ол күні жуындырған бір үлкен апа айтты жаңағы, мына қыздың деді, мұрны да қисайып кетті, мұрны да соққыға ұшыраған ұқсайды. Сосын кейін мынау бір қолы мүлде былай жуындырған кезде салақтап жатты. Ол чорт сынған қол, ол оқсамайды, оны бұрап сындырып жіберген сияқты деді. Сосын кейін мына туыс-туғандары бар, барлығы не қылды, қыздың шашы ұзын болған, мына қылтасына қарай түсетін қазақ өскен қыз болған, сондай әдемі қыз болған, бизнесте жүреді өзі. Кимэп университетінің несі Кореядан оқып келді ортасында. 5 тілге жеттік, ағылшын тілі, қытай тілі, орыс тілі, корей тілі, қазақ тілі, 5 тілге жеттік қыз болған. Орта Азиядағы, бүкіл Қытайдағы танымал олигарх компаниялармен бірге, соның 8-9-10 компаниямен бірге жұмыс жасаған. Сондай қыз болған. Сосын енді жуындырған кезде шаш деген кәдімгідей суырылып түсті. Сол кездегі түскен шаш, мен ойладым, жаңағы мынаны апарып қызымның шашы ғой ұзын, мен мынаны жудырып тарап, жаңағы кемінде иіскеп жүрейін деп ойладым сағынған кезде де. Бірақ мынаны бір туысқан осы сіңілердің біреу жуған еді, мынау қайтыс болған деген алынған шаш осы еріп қалады. Мынау өзі мынадай шаш болған негізі. Сосын роботаға келгеннен кейін осы фотолардың барлығын түгел тапсырған экспертиза жасайтын болсаңыздар, медициналық экспертизада айтыңыздар, мына құлағанға дейінгі дене жарақаттар деген. Міне мен түгел видеоға түсіріп, фотоға түсіріп, мен туысқандарым бар, бәріміз осылай, міне тапты дәлелдер деп беремін.
экспедицияның нәтижесін күтіңіз деймін. Экспедицияның нәтижесі шығар, екі қызда жаңағы менің естуіме қарағанда іспен әлі таныстырған жоқ. Бір қызда жаңағы мас, енді бір қызда жаңағы ода да спиртіне шыққан, ал менің қызымда жаңағы спирт жоқ. Ал енді сосын экспедицияның нәтижесінде тек қана иығында құлағына дейін бір сырылған із бар деп қана жазған. Мен айтам, мыналар қайда деп. Даже тергеуші бұл материалдарды медициналық экспедицияға өткізбеген. Ал мен сосын кейін айтам, не үшін өткізбейсіңдер бұл? Ол не үшін жазылмайды? Мен барамын. Сосын кейін июльдің 24 күні мен қайта-қайта роботаға бардық, туыс-туғандарымызбен жиналып, қайта-қайта бардық. Барсақ, жаңағы мен айтам, қызым ол жерде пижамамен бармаған шығар. Қызымның киіп барған киімдері қайда? Қызымның сомкасы қайда? Қызымның банк карталары қайда? Қызым Гуанчжоу продажа деп брендовый товар сатып жүрген айрым өзінің онлайн шаты бар. Одан ол заказ алып жүрген қыз. Оған дейін ода қаншама ақшалар болған. Даже маған сол кезде айтты, мама, миллион теңге Қытай компанияларынан маған келген ақшаны мен долларға ауыстырып алдым. Сіз енді маған тағы бір Қытай компаниясы 500 мың теңге салады, соны маған теңге салып жіберіңізші деді. Мен 17 күні ол қыздың Центр кредитіне 500 мың теңге ақшасын салып жібердім. Сосын енді сол ақшалар мәселен білмеймін ғой, қызым шыққанда ол үйден не алды, қалай болды, оның бүкіл жаңағы тағып жүрген бренд, алқа сырғалары, банк карталары, кошелектары жоқ. Маған айтам тергеушіге сол күні менді бостандық ісі роботының тергеу бөлімінің орынбасарымын деп таныстырған өзім Марат Бекзатов деген айтты. Мен сол күні сол уақиға орнында болдым, мен бәрін көрдім, бірақ мен сіздің қызыңыздың заттарын білмеймін деді. Ол жерде 3 қыз болды. Мен деді, міне осылай тұрып айтты. Менің сол кездегі адвокатым Нұрзағида. Мен мынау қайсы қыздың заты деп бүйтіп көтеріп жүремін ба деді. Мен айттым, ол жерде деген мысық өлген жоқ, тышқан өлген жоқ, ол жерде құлап, не басқа өлген жоқ, не уақиға болған орынды жаппасаңдар, мөрлемесеңдер. Мен ол жерде қызымның жаңағы бір несі шығатын шығар, ол жерде тырнағы жоқ, тырнағы қайда, шаш не қылған. Ал қыздардың мына тырнағының астында не алдыңдар ма, сұрадыңдар ма оны? Қыздарға экспедиция жасадыңдар ма? Қыздарды жауапқа алдыңдар ма деймін. Жоқ, екі қыз өле мас болды, жаңағы мас болды, олардан жауап алу мүмкін болмады дейді. Онда неге сауып тұрып алып, одан кейін неге жауап алмайсыздар? Сонда менің қызым осылай кете бере ма деймін. Енді соңына келгенде 24 күні мен адвокатыммен уақиға болған орынға барамын. Америка сол жердің алдында жылап еңіреп сол жерге мен барамын. Барсам, уже ол жерде уборка жасап жатыр. Ойлаңыздаршы, қазір уборка жасап жатқан видеоны көрсетеміз. Уақиға болғаннан кейін 4 күннен кейін генералный уборка жасап жатыр. Мен кірдім үйге, адвокатыммен бой бермеші, көрем осы жерді деп. Бардым, көрдім, бәрін көрдім, қызымның заттары бар ма деп ойладым. Полиция роботы білмеймін дегеннен кейінші, шкаптарын бәрін ашып көрдім. Сөйтіп жүрген кезде, бұлай өтіп бара жатқан кезде, ол күні тағы да қан болған тапішке болды ол жерде. Қан тамған тапішкеші бір. Мен айтам, қан тамған тапішке қайда деймін. Бұл менің қызымның мұрнынан аққан қан ба, тырнағынан аққан қан ба, жоқ басқадай аққан қан ба. Бұл тапішке қайда. Даже ол тапішкеде жасалмаған, қаттама толтырылмаған, уақиға орнын қарау қаттамасы толтырылмаған, рассмотр жасалмаған. Сосын мен жаңағы барып жүрген кезде, мына үйде туалеттің ішіне кіріп, ненің юнитасының артына таман не болғанда, дәрет не қылатын жаңағы мұсырын салатын шелектен мынадай шаш көріп қаламын да. Даже екі қыздың шашы сары болған деймін да. Менің қызымның шашы қара әрі ұзын. Ол сөзсіз түрде менің қызымның осыншама ұзын шашы. Қыздардың тіпті де орай болды. Ол қыс емес, орап апта оны қинады оны. Соны өйткені мен жуындырған түскен шашында топ-топ ағарып қалды төбелері. Соны мынаны алдым да, сосын кейін әкеліп келіп ойлаймын ғой енді, барғаннан кейін зиратына, болмаса топырағына көміп несетін шығарды деп. Кейін бұны маған осында ең сияқты заңгер айтты, мына экспедицияға беріңіз деп. Даже күні мен қайсы күні МВД-дан келген кезде де оларға да айттым, мына экспедицияға берейін, менің ДНК-мен қосып салыстырыңдар мынаны. Сол күні сол жерде екі қыздың шашы қысқа сары, менің қызымның шашы ғана осындай. Сол үшін мен күмәндан мына өстіп солай алғам деймін. Енді соншама азапталады, қиналады. Сосын кейін бұлар жаңағы скорыйға звондайды, қызымның телефоны сол қыздардың қолында болады. Қызыма алдырмайды телефонды. Әлі жерде отыр менің туысқандарым. 7 адам звондайды, жалынады. Берші, ақынарға телефонды берші, біз өзіміз сөйлесек дейді. Бермейді. Кетіп бара жатқан ағасы айтады, адрес айтшы, қай жерде, Амер қайсы квартира, айтпайды.
Екі қыз, сосын ана бір ағасына айтқан, кетіп бара жатқан, мен таяп қалдым міне дейді ғой енді ағасы. Десе, ана қыз айтқан ғой, жоқ, немене, ана қызды өлтіретін болды деген ғой, өлтіретін болды, шашын жұлып жатып өлтіретін болды десе, айтқан, жындысың ба, барсаңшы. Болмаса жаңағы көршілеріңді шақыр, болмаса полицияға мәлім дейді. Сен анда құсап отырғаныңның өзі сен өзің ертең қылмыстық жауапкершілік саған. Десе тілін шайнап, ол тағы да жаңағы дөйдара сөйлейді. Ал маған не қылған кезде, аралықтар не қылған кезде айтты мен. Болмаса лифтке шығарып жібер дедім. Болмаса жаңағы көршілеріңді шақыр, полиция шақыр дедім. Шақырмаймын деді ана қыз. Шақырмаймын деді. Сонымен енді міне осы уақиға осылай болды. Сол расмотр жасамаған тұрады, менің адвокатыма тура сол кезде менің қасымда Нұрзағи, Құдабаева Нұрзағи деген адвокатым тұрды. Соның көзінде неден Біржан деген жігіт звондады. Фамилиясын білмеймін. Бостандық іске роботыдан ше. Нұрзағи ханым, сәлеметсіз бе деді. Біз барып қазір ана уақиға болған орынға расмотр жасасақ деді. Бәрін жұмыс саламын. Дегеннен кейін, естерің дұрыс па деді менің адвокатым. Естерің дұрыс па, қазір бұл жерде генеральный уборка жасалып кеткен ғой деді. Ал сосын кейін мен ертесінде тағы да одан бұрын жаңағы қызым қайтыс болғаннан кейін енді ана неде моргта жатқан кезде мен сол уақиға орнына бар деген Кеметтің бір студенті сол қыздар шақырды деді. Сол Ернар деген балаға кездестім да. Ернар деген балаға Ернарға айттым, сен роботты не үшін шақырдың дедім. Маған айтады, тәте білмеймін дейді. Мен ол күні олармен бірге отырған жоқпын. Ол уақиға орнында мен жоқпын. Мен не үшін шақырғанын білмеймін. Даже роботта отырғандар менен сұрады дейді. Ақнар жынды ма еді, пискек ауруы бар ма еді, сен не білесің деген сияқты маған. Мен айттым дейді, ол әп-әйбат қыз, жап-жақсы қыз. Мен қалай айтамын сендерге? Дедім дейді. Бірақ шыққаннан кейін екі қыз айтты дейді, не қылғаннан кейін, ана қызыл жоса мына жаңағы белгі қойып тастаған нелерді өздерің жуыңдар деп айтты. Сосын ертесінде біз екеуміз жаңағы базардан анадай не уборка жасайтын нәрселерді алып, ертесі сол үйді біз тазаладық деп айтты. Ал сонда кілемнің үстінде менің қызымның жаңағы осындай шаштары қалып қалуы мүмкін, я болмаса жаңағы тырнақтары қалуы мүмкін, қан болған тәпіштер жоқ. Осылай сонымен 3 ай бойы бостандық іске роботтар дело солай тұрды. Медициналық экспертизаға оған жаңағы мынау бойынша келісіп кетіп дене жарақаттары жазылмаған дейді. Ал менің жаңағы адвокаттарым мынадай нелер жазады, өтініш хаттар жазады жаңағы ананы терге, телефон алмаған, соғын телефон не қылмаған, ана туысқандарынан жауап ал, соғын блогердің жаңағы Сәбіз деген неден шығарған блогердің видеосы бар, сол блогерден жауап ал. Одан кейін осындай көп неде өтініш хаттар жазады, бостандық іске роботтыға барады да жатады. Ештеңке ешкімді шақырмайды, ешкімді тергемейді. Сөйтіп жүрген кезде бір күні көріп қалам ортақ таныстарым арқылы, ана біз барған кезде сол туысқандар айтқан, ой, бұл біз қыздарға біз беріп қойып қойдық, ешқайда бара алмайды, біз тергеп тексеру амалдарын жүргіземіз, біз енді іс қозғап қойдық қой деген ғой. Ал енді бір күні жаңа қарасам, ана бір қыз сол Қытайдың өзінің жаңа туған жерінде жүріп қарасам. Мынау қалай кетіп қалған деймін, адвокатымыз қандай? Ана қорғалған құқығы бар куәнің біреуі жүр ғой, тергеу амалдары жүріп жатқан кезде. Ол қайда, ол Қытайға кетіп қалыпты. Десем сенбей, ал роботының жаңа бастығы, орынбасар бастығы Данияр деген жігіт болды, оған звондайды, тағы біреулер болды, оған звондайды, жоқ кетпейді. Даже менің өзімді өтірік шығылады да. Мен айттым, ондай болса сағат 5:30-да екі қызды шақырыңдар да, сырт жағынан видеоға түсіп маған жіберіңдер дедім. Десем жоқ болды ғой. Ертесіне сағат 10:30-ға шақырды, ана отырған туысқандармен бірге бардым, ана қызға звондады, алмады, ана бір қыз алды. Уже о жерде де жаңағы құдашасын, ана құдағиына біреуіне звондаған адам сияқты звондайды. Ана енді бір қызға айтады, ертең келесің ба сағат 10:30-да десе, ана қыз айтады, жоқ, мен келе алмаймын дейді ол. Онда сағат 3:30-ға дейді. Мен айттым, ол қалай сонда тергеп тексеру амалында, қалай сен жаңағы ол адамға сен мен дәлелде десе, мен сен университетіңе жазып отырып, сен сағат 10:30-да келесің ба, келесің? Мен өзім шақырып алам деу керек қой. Ертесінде біз 3:30-да бардық, ана қыздың өзі ғана келіп, анау жоқ. Ал сол қыз сол кеткеннен 3 ай бойы жоқ. Сосын мен жаңағы тағы да шу көтеріп бардым. Табыңдар қызды, қайда жіберіңдер? Белгілері қайда? Қойған. Ол қалай шығып кетті шекарадан? Осы бойынша міне бүкіл президент әкімшілігіне, бүкіл жаңағы МВД-ға барлығына міне менің әрбір жазған міне түгел осы қай кезде қалай жаздым, түгел осы шағымдарым міне. Бәрін осылай жаздым. МВД-ға жаздым, генеральный прокуратураға жаздым, президент әкімшілігіне жаздым, сыбайлас жемқорлыққа жаздым, мен бәріне жаздым. Ана қыз қалай кетіп қалды? Мен оның бәрін жаздым. Уже маған жаңағы анықтамдар дейді, жоғарыдан бұларға ответ келеді, бұлар ештеңе жасамайды, сонымен отырды. Ал сосын кейін жаңағы қызды бұлар қалай бір тергеу амалдарын басқаша түрмен айту алып келді, 3 айдан кейін келді қыз.
ноябрь айында келді. Әбден болғаннан кейін, сосын кейін ана қыз қашып кеткеннен кейін бар, ана қыздарға жаңағы беркут қойған ғой. Енді сосын айтам, мен келгеннен кейін жаңағы қылмыстық кодекстің қатысты баптары бойынша, тергеу амалдарына жасырын кетті деген бап бойынша өзі шетел азаматы, ана қызды қолға алсаңдаршы, қамасаңдаршы дейіп тайрақтарын тағы қоя беріп қояды. Ал енді сол осындай болып жатқан кезде, сонымен ақыр осы шудан кейін диалог 3 айға жоқ қозғалмай жатыр, қалалық департаментке келді. Шудың арқасында алып келді диалогы. Диалог алып келді, ол жерге келгеннен кейін Қайсар Шапкат деген жаңағы тергеушіге кеткен. Одан кейін тағы ештеңе жоқ. Мен ноябрь айында тағы да жылап еңбек келем, қайда не болды? Ойбай ана комплекс экспертиза, ойбай ана психологиялық экспертиза дейді, ойбай анау мынау дейді. Сонымен жылап еңбек мен жүрдім. Ол кезде жаңағы ноябрь айында тағы да не жиналыс ашты. 2 рет бір рет департаментте жиналыс ашты, бір рет жаңағы прокуратурада жиналыс ашты. Ештеңе бітірген жоқ. Январдың 15-іне дейін жаңағы. Ал мен январдың 14 күні мен осы шағымдарының арқасында генеральный прокуратура мен приемын алды. Ол жерде Бодық Самат деді ғой деймін. Сол кісінің қабылдауында болды. Және де осы Алматы қаласы бойынша іске жауапты Батал Султан деген болды. Сосын кейін айтты, келесі апта барады осы бойынша деп генеральный прокуратурадан. Даже сол кезде ғана маған жаңағы қозғалмай жатқан комплекс экспертизаға мен январдың 14 күні кірем, 15 күні тергеуші маған звондайды ғой, 16 күні комплекс экспертиза жасаймыз деп. Мен келдім, ал комплекс экспертизаға келген эксперттердің қолында бір фото болмаса, бір видео жоқ, өздері ғана келді олар. Мен жылап еңбек жүріп, телефонымды көтеріп жүріп, ол мына жерге құлаған, ол мына жерге құлаған, ол былай болған деп, мынау сіздерде бар ма десем, жоқ дейді. Комплекс экспертизаға да ол неді дәлелдерді толық бермеген. Сосын кейін мен жылап еңіреп жүріп бүкіл жаңа тізімдік жасатып отырып, мына флешкалармен қосып түгел бердім. Ал солай болып жүрген кезде аралықта мен енді ортақ табыстар арқылы мен де не қылам ғой. Бұл жердегі жаңағы құлаған кездегі видео, ана не қылғандағы видео, Мармаристағы видео, Магнумдағы видео, сосын кейін жаңағы салон кроссовка содан алған видеолардың барлығын ана жерде отырған менің қай жерде мына жерде камера, ана терезені көрсететін камера бар. Өзі қарап жүріп, сол видеолардың бәрін адвокатым арқылы өзім алдым. Ал ол тергеп тексеруде олар ештеңе жасамаған. Ол тек қана атынарға қатысы жоқ, бір сабақтасын шақырып, ол жынды ме деп қана сұраған. Көршілерінен жауап алмаған. Қасында отырған Магнумның ішінде соғыны мен видеодан көріп отырмын. Сол жерде де отырған жаңағы ата-анасы. Одан да жауап алмаған. Көршілерден де жауап алмаған. Даже блогерден күні бүгінге дейін жауап алған жоқ. Блогер кім? Абзал деймін. Оның өзінің берген несі бар. Ол мамасы бір блогердің өзінің инстаграмына салғанын көріп қалып, сосын барып оны тауып алады. Сол кезде ол айтады, Мармарис деген соның астындағы кафеде отырған екен. Олар сол жерде отырған адамның бәрі айғайлаған, шыңғырған, қыз құлағанға дейін азаптауды естіген екен. Сол блогер содан кейін оқиға болғаннан кейін, қыз құлағаннан кейін өзінің блогына шығарады. Міне бүгін біз осындайға неттік. Біз күйеуі әйелін ұрып жатыр деп ойласақ, ол қыздар бірін-бірі ұрып жатыр екен, одан кейін қыз құлады деп айтады. Сосын мамасы сол блогерді тауып алады, сіз куәгер екенсіз. Полиция іздемейді, полиция видео іздемейді, полиция куәгерлерді іздемейді, полиция ештеңе істемейді. Блогерді, куәгерлерді, видеоларды, жаңағы магазиндердің видеоларды, көшелер бәрін мамасы іздейді. Сіздер көріп отырған ана қызынан айырыла отырып, бүкіл Қазақстанның полициясы жасау керек жұмысты туыстарымен бірге жалғыз өзі жасайды. Бірақ соның бәрін дайындап берсе де, полиция ол дәлелдерді қабылдамайды. Жаңағы блогермен мамасы кездеседі, блогер мамасына айтады, полиция шақырсын, біз бәріміз естідік, қыз құлағанға дейін азапталды, айғайлады, шыңғырды, біз полицияға барамызды айтып береміз дейді. Содан бері 9 ай бойы полициядан мамасы сұрайды, нөмірін бердім ғой, куәгерді шақырдыңдар ма деп. Полиция шақырмайды. Содан кейін енді жаңағы ортақ таныстарым арқылы бір күні маған мынадай хабар келеді жаңағы. Бейресми хабар келеді. Жаңағы сол күні мысалы жаңағы Розыға ана қызым қайтыс болған күні 19 күні сағат 2:50-де қызымды лақтырып жіберем. Сосын кейін ертесінде 20 июль күні сағат 11-де 11:00-де Меңдіқұлованың Жолдасбекованың ортасындағы Каспий банктың филиалынан
8 миллион теңге ақша симат еткен деген маған ақпарат келеді. Бір қыз 12 миллион берген, екеуі 20 миллионды сол күні барған опермен тергеушілерге беріпті. Даже келгеннен кейін осыншама ақша беріп әрең құтылдық деп жылапты бір туысқандарына қыздар. Деп сондай маған бейресми ақпарат. Менің күдігім одан ары неғылады. Өйткені мен роботқа барғанда айттым, не үшін тышқан өлген құрлы көрмейді? Не үшін мыналар айқарап отыр? Мен мыналар ата-бабасында көрмеген бір нәрсені жеп қойған деп мен ашық айтсам, туысқандарым айтады, жоқ, туысқан сен олай айтпа, сен білмегеннен кейін дейді. Даже артынан кейін солай жүріп менің құлағыма сол хабар шығарылады. Меңдіқұлова мен Жолдасбекованың қиылысындағы Каспий банк дегенмен туысқандарымен, бауырларымен, сіңілерімен отырып тубистен қарай, мына банк шығады. Бұл рас бар ма жоқ па депті. Мына банк шығады. Мен осы бойынша айттым, жарайды, мен анамын. Мен жәбірленіп жүрген адаммын, мен қызынан айырылып жүрегі жұлынып жүрген адаммын. Мен кім не айтса соған сенемін. Ешкім мен ойлай беремін ары қарай тағы да. Ешкімнің ойын ешкім соттай алмайды, ой деген нәрсені. Бірақ мынаны анықтаңдар, анықтайсыңдар ма, не қыласыңдар, көріңдер. Деймін, мен сол арқылы мен соған да жаңағы сыбайлас жемқорлыққа, президент әкімшілігіне, барлығына тағы да сол бойынша арыз жазамын, шағым жазамын. Уже ішкі қауіпсіздік дейді, анау дейді, мынау дейді. Бұл кісі күдігін тексере алмайды. Ешқандай орган жауап бермейді. Қыздардың шотын тексеріңдер, осындай ақпарат бар деп жәбірленуші айтады. Бірақ ол әрекет жасалмайды полиция тарапынан. Ол да жасалмайды. Ана қыздардың азаматтары Қытай азаматтары. Жаңағы қыздар мына жаңағы банк туралы не болады? Сосын кейін мен жаңағы январь айында солай тағы келе беремін. Қайта келе беремін. Менің конституциялық құқығым тапталды, менің қызымның құқығы тапталды. Мен бір қыздың несін жоқтап жүрген жоқпын. Ертең елдің ертеңі болатын, 5 тілге жетіп, Орта Азияның бизнесіне соның хабары бар. Сондай мықты қызымнан айырылып отырмын мен, елдің болашағынан айырылып отырмын. Сонда біздің жаңағы конституция жаңағы айтқан неде кітапшаларымыздағы айтқан жаңағы біздің құқығымыз қайда қалды? Қазақстан мына бір заң бар екен, жаңағы шетел азаматтарының Қазақстан Республикасының аумағындағы құқықтары мен заңдары деген. Ал ода оларды шектеу ұшырау керек. Әрине Қазақстан Республикасының азаматшасын екі қыз сол майданда шетел азаматшасы болатын болса, әрине қауіптеніп сол қамауға тиісті ғой тіпті де. Ол өзі болды деген күннің өзінде де мысалы. Ал оларды айтам, оны еститін құлақ жоқ. Міне тағы да солай маған жаңағы анықтап жатырмыз, үйтіп жатырмыз. Енді мына Каспий банктың мынадай жағдайлар шыққаннан кейін, қыз қашып кеткеннен кейін не деп айтты? Бертутнеге қойылмады дегеннен кейін маған бір ответ қояды. Біз бостандық бюродағы қызметкерлерге қызметтік тексеріс жасап жатырмыз, оларды қызметтен шеттетіп жатырмыз деп. Кейін естідім, Бекзат Марат деген жұмысынан кетті, Шаймұрат Дәулет деген тергеуші сол кездегі жұмысынан кетті деген сияқты сөйтіп естідім. Ол жұмысынан кеткенмен гәне бұл іс бола қала ма? Сонда жаңағы біз жұмысынан келтіріп қана Қазақстан Республикасында ол енді бір жерден барып мынаны тауып жеп жүре береді. Осыншама былықтырып біреудің қан қарызына ортақ болып. Мен айттым, қызымның қанынан ақша жасамаңдар. Алалдан жеген харамнан жеген түйеден алалдан жеген еш артық дейді. Неге адам қанды ойламайды? Өздерінде бала жоқ па, шаға жоқ па деген сияқты. Енді сол кезде мысалы қараңыз, медициналық экспедицияның өзін 10 шақты күн кейін тағайындаған. Ол үстінде тағайындалу керек. Мен мына фотоларды беріп не қылған кезде. Шаймұрат Дәулет деген айтады, ойбай мен ауырып қалдым, больничный дейді. Ол сол менің қызым өліп жатқан кезде август айының 5-лерінде ме нешелерінде ол той жасап жатқан, үйлену тойын. Енді осыншама неден кейін енді қараңыз. Ал енді мен департаментке келгеннен бері де, мәселен департаментке сол кезде делоны алып келді. Сол кезде Шәріпбек бар, жаңағы орынбасар, департаменттің орынбасары. Роботының жаңағы Данияр деген жаңағы несін тұрғызып қойды да айтты жаңағы. Не? 2 айдан бері не қарап жүрсіңдер? Болмағанда хотя бы 106 бап бойынша іс қозғап, ана 2 қыз сол кезде қамап, басшыларасын өзгертіп, мына делоны бір жағына шығару керексіңдер ғой деп айқайлаған. Дело өзінің бақылауында деген, мен ана бақылауында болған дело міне қазір қазан айынан бері қарай 7 ай болды. Департаменттің солай айтқан бақылауының өзі күні бүгінге дейін не болып жатқанынан маған ешқандай жауап бермейді. Қаулы шығарып қояды, қаулысы атқарылмайды. Гүлсім ханым, бір сұрақ осы жерде. Жаңа марқұм қызыңыздың жанында болған 2 жыл туралы айтып беріңізші. Олар кім, не істейді? Қызыңыздың қандай байланысы болды олармен туралы айтып беріңізші. 2 қыз кеметтің жаңағы студенті болған. Біреуі сол кезде жаңағы 2020 жылдары келген екен Қытайдан. Менің қызым ғой кішкентай кезден бастап осы Талдықорғандағы жаңағы Мұхтар Әрінов атындағы лицейге оқыған.
бірақ енді туған жері Қытай ғой. Ана неде ол қыз сосын кейін мына общежитияда кемекте бірге жатады, 1-2 ай бірге жатады. Бірінші курста ма, бірінші курс кезінде. Ал одан кейін ана енді бір қыз, о да сол жаңағы Ақнардан кейін келе ма, Ақнармен бірге келе ма. О да Кеметтің жаңағы басқа факультетінің жаңағы студенті болған. Енді осылай ғана былай таныстық та жаңағы. Ал одан кейін ана бір қыз, мен Кеметке бардым, қызым қайтыс болғаннан кейін. Барған кезде, сол кезде ана бір қыз айтты, ол қыз оқып жатыр деді. Ана қыз осыдан 2 жыл бұрын тәртібіне байланысты университеттен шеттетілген дейді. Бәрі Кемекте оқыған, сол жерде танысқан ғой. Үшеуі бірге оқыған. Ана екі қыз Қытай ма, әлде этникалық қазақ, бірақ Қытай азаматтары. Ол қыздармен бұрыннан танысып, бірге оқып келгеннен кейін қалай араласты олар? Сол Кемекке келгеннен кейін танысқан ғой. Бірінші курстан бері бірге. Содан бері. Иә, ол қыздар өйткені орыс тілін білмейді, жаңағы кейде қиналады, сосын кейін баяғы Ақнар бізде көмекке не қылады, енді солай қарым-қатынаста болған. Бизнес болған ба? Общий. Ортақ бір жұмыс болған жоқ. Олар енді жалдамалы пәтерде ғой бірге. Жалдамалы пәтерде, иә, ана қыздың қай уақыт қанша уақыт тұрды бірге жалдамалы? Жоқ, бірге тұрмаған. Ол сол күні сіздің қызыңыз бөлек тұрған, иә? Неге сол пәтерде болған? Ол күні былай болған. Менің қызым жаңа қазір көрсетесіз ғой, Гуанчжоу продажа деген жаңа онлайн өзінің сататын несі болған. Онлайн ол Гуанчжоуға барып, одан кейін сол жерде сауда-саттығын істеп жүрген. Сол кезде ана қыз, енді бір қыз 18 күн түнде бейчаттан бір шаптырады. Сол ана қызды да қосып, менің қызымды да қосып, ана әкелген киімдеріңді көрсет дейді ғой жаңа. Сосын кейін менің қызым көрсетеді. Ол қыздар белгілейді, мына киімді әкел, біз ананы ала қаламыз, біз мынаны ала қаламыз деп. Ертесінде кеште шақырады ғой. Даже қызымның сомкасы сол кезде ол мынадай үлкен сумка болған. Ол кездегі белгілеген киімдерін ол апармады. Білмеймін, өйткені қызымның үйде тұрған ана сіңілінің үйіне әкелді ғой. Тауарының өзі 2 миллион теңгенің тауары. Жұмыспен барған ғой сонда. Сонда енді ол иә, қыздар жаңағы ана қыздар сенен бірдеңе ала қоямыз, заказ деп шақырып алған. Жақсы, тапсырысты көрсетуге барды ғой сонда. Сонда енді ол тапсырысты көрсетуге барды ма, жоқ енді ол басқа да нетті ма. Бірақ айту, менде вичат жазбаларында сол мынаны әкел. Вичат жазбалары бар. Алдын ала ол қыздың пәтерге бармастан бұрын мамасы телефонынан вичаттарын скриндаған, ана қыздармен сол товар апарам деп келіскен. Товар алып келген бе сол күнде? Мен білмеймін. Ол жақ белгісі, орнынан табылған оны айтпай тұрған. Иә, білмеймін. Оқиға орнынан Ақнарға қатысты бірде-бір зат тәркіленбеген. Ана қыздар өзімен алып кеткен ба, полиция түсіндірмейді. Ақнардың заты қайда деп шешесі әлі күнге шейін сұрап жүр. Мысалы, брендовый, мәселен, ол қыздың істететін жаңағы брендовый, мәселен, помада, жаңағы гербен деген жаңағы ғана мини набор деп қояды, сомкасына салып жүрген, қолына салып жүрген күміс сағаттар, мен барлығын айттым. Мына заттар, кошелегі мынау, киімі мынау, одан кейін ол сол күні жаңағы ақшасы бар ол қыздың. Оның алдында да мен басқасын білмесем де Қытай ақшасы мен 1538 юан, ол мен Қытайға аяқ астынан ұшып кетсем керек болады деген кошелегімде сол ақшасы жүрген. Бұл Қытайдың юаны ауыстырмаймын деп айтқан. Ал сол ақша алдында маған неше күн бұрын айтқан жаңағы мен миллион теңге мама долларға ауыстырып алам, алда тағы да Қытайға шығып кетем деген сияқты жаңағы сондай нелері. Мәселен, соның бәрі жоқ, аяқ киімі жоқ киіп барған. Үстіне киіп барған корейский киімдері, соңғасының ішіндегі заттар, мен айтам, болмағанда көрсетіңдерші, қызымның заттарын көрейін, әкеліңдерші, несі бар несі жоқ. Телефонын ала алмайын, телефонын әкеліңдер, қызыма жаңағы хабарласып жатқан шығар оның жұмыстағы компаниялар, басқасы түгел жаңағы. Маған беріңдерші телефон дейін. Екі қыздың телефонын тәркілемейді, менің қызым телефонын тәркілейді. 40 күн бойы робокта жатады менің қызымның телефоны. Мен 40 күннен кейін алам қызымның телефонын. Екі қыздікін не істедіңдер десем, оны алған жоқпыз дейді. Ал ноябрь айында мен прокуратураға барған кезде екі қыздың телефонын қайда деп сұрады. Тергеу басқармасының бастығы Алдытов Асқар деген прокуратурада, ана тергеушіден. Екі қыздың телефоны жоқ, новый телефонға ауыстырып жіберді. Тағы да бір сұрақ, неге сіз азаптау статьясын талап етіп жатсыз? Мына жерде жоқ, мен азаптау статьясы емес. Өлтіру статьясы. Өлтіру ол само собой. Мен осының барлығында 99-ның 2-сі бойынша қасақана адам өлтіру бабы бойынша іс қозғаңдар деп мен содан бастап айтып келе жатырмын. Жоқ, біз мына жақта самоубийство рассматривается, да. Давайте я объясню, почему я говорю про пытки. Потому что мать, она требует убийства 99, вторую часть. И это правильно. И в этом направлении дальше мы, как защита, будем двигаться.
Я хотела указать на некомпетентность органов, что до сих пор расследование ведется по одной статье доведения при таких доказательствах. Как минимум, если они еще расследование не закончили, квалификацию в убийство не успели, допустим, сделать и собрать все документы, как минимум при таких доказательствах еще одна статья пытки должна была присутствовать при расследовании. Я это имела в виду. Жоқ, ол доведение болмау керек. Ол тергеу бәрін анықтап, қасақана өлтіруге ауыстыру керек. Допустим, олар қазір біздің алдымызда немесе сіздер запрос жібергенде ақталуы мүмкін. Әлі мәселе анықталып жатыр. Переквалификация жасалуы мүмкін. Біз бұнан анықтап жатырмыз. Олар әлде бірде-бір куәгерді допрос алмаған ғой. Допрос аламыз, очный ставка жасаймыз. Содан кейін мүмкін ауыстырамыз деу мүмкін ғой. Бірақ мынандай дәлелдер тұра неге азаптау жоқ екенін қалай түсіндіреді ғой? Не үшін қыздардың басшыларын өзгертіп, сол кезден бастап қамаққа отырғызбайды? Мынадай дәлелдер тұрса. Енді мына жердегі қаулыда, мысалы мен жаңағы жазған осы шағымдарындағы 99-ның екісі бойынша саралаңыздар, екі қыздың басшыларын өзгертіп, шетелге қашып қылмысын жаздыру үшін беркітті бұзып кетіп қалған үшін ол қыздарды қамаққа алыңыздар деген менің қазан айының 11 күні жазғаныма осы қаулымен қанағаттандырған ғой. Енді бұны жаңағы департаментте тергеу басқармасында отырған Мырзамадиев деген барады, сол жаққа, ол жақта маған қайтадан ответ келмейді. То есть от 24 октября постановление прокуратуры об изменении меры пресечения на арест двух вот этих девушек. Но с октября посчитайте, сколько времени прошло, почему постановление прокуратуры не исполняется. Кто не исполняет? Кто не дает исполнить это постановление? Вот самый большой вопрос. А кто эти девушки Мына студентки. Мына 99 енді осы қаулыларыңызды неге атқармайсыздар десек, оның қол астында отырған прокурор қызметкерлер, одан басқалар айтып, жоқ, оны сіздің жеке қабылдауыңызға шығарған қаулы. Мен айтам, жеке қабылдауыма менің нұсқау келген. Мен де білемін, ең кемінде жаңағы бұйрық, қаулы, нұсқау. Қаулы деген нәрсе ол прокурор көзімен қарап қадап отырып шығаратын нәрсе. Мынау неге орындалмайды? Қаулы орынсыз қалып отыр, сонда аяқсыз. Я прокурордың қаулысы аяқсыз қалып отыр, және ешкім түсіндірмейді, неге орындалмайды. Енді мына суицидке жеткізу бабы тіркелетін болса, оған жеткізген адамды күдікті ретінде танылады. Енді бұл жерде екі қыз күдікті деп танылды ма сол кезде? Екі қыз қорғалуға құқығы бар куәгер. Ол күдікті мен куәгердің ортасындағы статус. Яғни ол қамамау санкциясы болатын статус. Бірақ дәл жаңағы өзін-өзі өлтіруге жеткізу бабы бойынша да күдікті деп танылса, олар тергеу кезінде қамаққа алыну керек. Яғни тіпті тергеу сол барыстан бастап өздері дұрыс жүргізбеген. Яғни ол да ауырған болып саналады. Күдікті емес пе екі қыз әлде? Жоқ, қорғалуға құқығы бар куәгер. Мен қыз қайда қазір? Осы Алматыда. Мен айттым, не үшін менің қолымдағы осыншама дәлелдерге сіздер не үшін ол қыздардың бас жарасын өзгертіп, не үшін қамаққа алмайсыздар? Сіздерге сонда қандай дәлел керек? Қазір көресіздер ғой видеомен. Қандай дәлел керек? Сонда менің қызымды сол екі қыз әкеп осы бүкіл Алматы қаласындағы прокурорлардың, жаңағы полицейлердің алдында міне біз бүйтіп өлтіреміз дегенде дәлел бола ма дедім мен үшін. Сөйтіп өлтіру керек па сонда сендерге? Полиция жедел жәрдем келгенде екі қыз сол жерде болған. Ал кім хабарласқан бірінші? Астындағы куәгерлер. Жоқ, менің қызымның телефонымен неге қазір көрсетеміз, 3 рет звондайды 103-ке ана қыз. Екі қыз төбелесті, бір қыз есінен танып жерде жатыр дейді. Яғни Ақнар құлады дегенге дейін талып жатыр деп жедел жәрдемге бұлар хабарласқан. Сізге хабарласқан қыз кім ол? Ана екі қыздың біреуі ме әлде басқа үшінші қыз ба? Екі қыздың біреуі. Екі қыздың біреуі. Звондады, мас күйде болды. Тілінен несінен көріп. Бұлай қарабайыр тілмен айтқан кезде телефонын алып издеваться еткен ғой. Телефонын өзіне бермеген, сөйлестірмеген, Ақнардың телефонынан видеолар түсірген, достарына хабарласқан,
Кейін мына видеоның барлығын анасы Ақнардың өзінің телефонынан тауып алған. Яғни ана қыздар өздері қалай азаптап жатқанын Ақнардың өз телефонынан түсірген. Яғни бұл жерде тағы бір бап өзімен өзі сұралып тұр. Оның жеке затын қыздар оның еркінен тыс алдын ала алып алған. Ол тағы бір бап. Сонда мынау телефон 40 күн дробода жатқанда олар ана нені қараған жоқ па телефонның? Бәрін көрген, бәрін қараған, бірақ іске тіркемеген. Кейін анасы көріп, анасы талап етіп жүр. Ақнардың телефонының барында болған 2.34 па 31 ма нақты менде дәлел бар. Содан бастап Ақнардың телефонымен ана Дидар есімді қыз, ол кезде маған бейтаныс қой, қазір Дидар. Сол қыз 24 минут өткенге дейін телефонды бермей бізді азаптады. Әкесімен, менің күйеуіммен, мені біз жалындық. Ана қыз айтты, өліп жатыр дейді. Біз Ақнарға тілдесіп жүрміз. Міне Ақнардың телефонынан сол қыздар бәрі туысына звондаған. Мен өзім микрофонға жанамын. Қайсына қандай? Бәрі Гүлстанның туған сіңлісі. Ақнардың өпкесін ғой былай. Жаңағы енді қазір өзі жалғасын тауып ғой, мен кішкене толқып кеттім. Гүлстанға телефон тек қана Гүлстанмен рекордтан бермейді деген секілді нәрсе оқамыз деп 2.34-тен бастап ана қыз бізге звондады. Ақнардың телефонымен. Мен түн ұйқыда ұйқыда жатқан Ақнардың телефонға Ақнар екен менің үйімде ғой. Қызым ұлым үшеуі осы жерде. Біздің үйде Ақнар. Ойбай Ақнарға не болып қалды, аналарға бірдеңе болмады. Телефон енді 2.34-те телефон не қылмайды ғой. Алдым. Ақнар емес мас қыз звондап тұр. Ақнарды өлтіріп жатыр, Ақнар өлді, сондай сөздер енді. Есімде қазір толық қалмай қалды, бір жағынан толық нетіп отырмын. Берші Ақнарға дедік қой. Бар, 20 нешеті, 17-18 рет звонок. Одан келген звонок, бізден шыққан звонок. Алмай, алса жаба салады телефон. Ең соңында 3:18-де полиция звондады. Ақнар сіздерге кім болады деп. Телефон жүгіріп барып жолдасым екеуміз жан таласып жармасып алдық. Ойбай Ақнардың өзінен келді ғой телефон деп ойлап қалдық. Полициямыз сіздерге кім болады дейді. Туған сіңілім, қызым десем Ақнар қабаттан секіріп кетті. Сонда менің мына жерге шыққан тағы да қосымша неде береміз ғой. Просто Ақнардың телефонының 40-50 минут, 1 сағат сол қыздардың қолында болғанның ең үлкен дәлелі менде. Сіз полицияға айттыңыз мүмкін? Полицияға айттық. Тіркеп атқан шығар, полицияға айттық, сол күнде барып айттық. Ол кісілердің мен қазір түрі анау-мынау біз Ақнардың бойында жан жатқаннан 12-ші больницада біз просто осы жерде Қазақстанның полициясына, заң органдарына сеніп жүрдік қой. Ана қыздың бойында шығындай жан жатқаннан кейін біз сол қызды алып қалуға тырысып, жан жақтан мықты врач анау-мынау шақырып жүрдік. Ол мына жақта полицияның былықтырып жатқанын біз түсінбедік. Бірақ соның ортасында бір уақытымыз тауып бардық қой. Барсақ айтады, ақпарат құралдарға берсеңіздер, Инстаграм бірдеңеге шақырсаңыздар, бәленбай миллион теңге штраф, бәленбай күнге, бәленбай жылға сотталасыңдар деп сөйтіп айтып отыр. Ол кезде біз миымызда ештеңе жоқ, біз оны миымызда қорқытпаппыз. Сөйтсек ол кісілер өздерінің іздерін жасыру үшін сол сөздермен бізді қорқытқан екен. Жіберу керек еді. Аға айтсыншы, менің ағам бар мына кісілердің өзінің сценарий бойынша жүре берсін. Просто жаңағына Гүлстан алмаған, екі қыздан экспертиза алмаған. Алмаған екі қыздан. Екі қыздың, ана қыздың денесі тырналған ғой. Енді дұрыс полиция болатын болса, ана екі қызды бірден қамаққа алып, тырнақтарының астынан ДНК барлығын алады ғой. Екі био сараптама жасайды ғой. Екі қыздан ешқандай сараптама жасалмаған. Қандарында алкоголь, тек қандарын ғана тексерген, қандарында алкоголь бар. Сол сараптама, алкоголь. Сол сараптама ғана бар, бірақ олар қызды азаптағанын көріп тұр ғой, барлық дене жарақаттарын көріп тұр. Тырнағының асты, басқа деген экспертиза. Шешесі, анасы айтып тұр ғой, сол оқиға орнында олар биосараптамаға жабу керек қой. Сол жердегі биоматериалдың барлығы алыну керек. Тек 4 күннен кейін анасы барып, сол пәтерден кішкентай жұлынған шашын ғана тауып алады да, адвокат полицияға хабарласып, сендер не мына жерде сараптама жасамағансыңдар ма десе, біз қазір келеміз деп айтады. Ол жерде 2 мәрте генеральный уборка жасалып кетеді. Полиция оқиға орнын жаппаған, полиция биосараптамаға материалдар алмаған, полиция ана екі қыздың
тырнағының астынан ештеңеден сараптама алмаған. Ең кемі Ақнарды шығын жаны бар ғой, азаптап атса алысады ғой. Ақнардың тырнағының астынан алыну керек қой. Ақнардың тырнағының астында кімнің биоматериалы болса, яғни сонымен соғысты, төбелесті деген сөз ғой. Ол да жасалмаған. Оны сұрақ қойуға ма? Сіз айттыңыз жаңағы прокуратураның қаулысы бар, қамау туралы. Неге осы күнге дейін оның орындалмауы туралы ешқандай іс-шара прокуратура қолдамаған? Иә, енді біз ресми түрде Хамид Қозыланның туған сіңлісі Хамид Рая. Мына жерге ортасында кіріп шығып кеткенім, жаңа Русланның есінде болмаған, телефонын барымталағанның ең үлкен дәлел куәгері біз. Қызымызға телефонды берші деп бермеді олар. Неге бермейді? Өйткені Ақнар әрқашан талдырып тастап отыр олар. Уақиға майдан жасап жүр. Айтпайтын болса, апар десе телефонды құлағына төсеу керек Ақнардың. Ақнар міне сенің әпкең, әкеңіз звондап жатыр деп. Рая ханым, сізге бір сұрақ қойсам, мына енді анасы айтты, ол кезде Қытайда сапарда болдым деп. Сіз Алматыда болдыңыз, мен Текеліде болдым. Текеліде болдыңыз. Бірден келдіңіз бе оқиға орнына, сол құлаған жерге? Қыздар ана полицияға звондағаннан кейін дереу шықтық біз. Жолға шығардыңыз ба бірінші? 12-ші полицияға келдік. Біз қыздың жатқан жеріне келдік. Ол кезде тірі ме еді? Тірі. Біз сол врачтарды, мамандарды соларда жүрдік. Ана жақ не болып жатыр деп тексеріліп жатыр деп. Соны сағат 9:30 10-ның кезінде ес ақылымыз жинап, ана жақта да бір барайық, ана қыздарға не болып жатыр екен, уақиға орнын тексерді ма, печаттады ма, соның бәрін көрейік деп барсақ, ана жердегілер берген жауабы ол жеке семьялық, анау істің бәрі тексеріліп жатыр деп, біз кішкене қаттырақ келеді деп ойладық ғой. Біз солай қорқытты. Бұл жерде полиция айтты. Ортаға келіп бұл жерде бір әңгіме бар. Біз таңертең ана 12-ші кім екенін бірінші айтып. Сіз бірінші аты жөніңіз кім екенін таныстырсаңыз? Иә, мен Хамид Орал, мына Гүлстанның ағасымын. Содан кейін бала ол жансақтау бөлімінде жатыр деді. Бәлкім сол кезде кетіп те қалған болуы мүмкін еді. Скорыймен апарған ол 7-ші қабаттан қонаған бала ол мен тірі қалады деп ойлаған жоқпын. Бірақ енді үміт дүниесі бізді кіргізбеді сырттан. Бірақ бірнеше полиция келді. Полиция келгенде біз айттық, осы қалай жағдай деді. Екі қызды біз алып бардық, екі қыздан жауап алу мүмкін емес, екеуі де мас дейді. Қазір олар демалып жатыр, қазір жауап ала алмаймыз дейді. Содан кейін шыдай алмадық, бұл мас болса біз өзіміз барып көрейік деп таңертең сол ана Бостандық полициясына бардық. Бостандық районының полициясына барғаннан кейін бір-екеуі алдымыздан шықты. Қалың полиция жүр. Бір қыз келді. Келгеннен кейін менің қасымда ана әпекем баласы бар, бірге барған. Одан кейін күйеу балам бар, үшеуміз бар. Барғаннан кейін осы қыз келіп сөйтіп таниды екен. Ана менің әпекем баласы. Содан кейін не болды деп сөйтіп едім, ана қыз көзілдірікті салып, өзі көзілдірік салып алған екен. Жауап бермеді. Былай қарасаң енді дұрыс емес. Қалыпты адамның дұрыс емес. Расында мас ұқсайды. Айтты, мен адвокатымен сөйлесті, жауап бермей қойды. Содан кейін ана жерде тұрып айттық, біз онда мына дұрыстап тексеріп бер, бұл мас деп бұны сұрамасаңдар, бұны қолға алмасаңдар, бұл қалай болған деп сөйтіп едік. Бір-екі полиция тұр екен, соның біреу айтты, сендер ақпарат саласын шулатпаңдар, біз өзіміз шешеміз, егер ақпарат саласын шулататын болсаңдар, онда біз сендерді заң бойынша басқарамыз деді. Сол бойынша біз бұларға сеніп уақыт өтті. Қазір 10 ай болды. Ал енді біреуін естісем, біреуін азаматтық беріп тастаған. Яки бүркітке қою дей ма, немене қою дейді ғой. Оны біз біреу Қытайға кетті, Қытайдың Алтай аймағына. Одан барып қайтып кетті, бүркітке қойған біреу. Енді біреуін өткенде мен Қытай консулына бар деп қарындасымды. Екеуі де Қытай азаматы. Мақұл оралман, келген шығар, қарындас бір тудың астында өмір сүреміз деп ошақта оқып жатқан шығар. Бірақ бірін-бір аямады. Бұл жерде менің қарындасымның қызын осындай жаңағы айтып отыр, мені қайталамай қойын, азаптап өлтіру, мен де осы секілді барлық дәлелдерін көріп отырмын. Ал енді біреуін азаматтық берді. Осылай деп естідім, біреу азаматтық. Бұл не үшін қылмыскерлерге, бұл заң бойынша, бұл енді былайша айтқан кезде не үшін азаматтық береді? Бұл соны ойыншық па бұлардың? Ал біреуін бүркітке қойса, ол Қытайға кетіп қалса, 3 айдан кейін ол жақта той-тойлап үйтіп қайтып келсе, оны тексермесе, енді біреуін міне жерге келгенде оған азаматтық берсе. Содан кейін мен Қытай консулына алып бардым. Қытай консулына жарты жағдайды айттым. Мен бірінші рет барған кезде айттым, бұл екеуі Қытай азаматы баратын, сөзсіз Қытайдың полициясына хабар беруіміз керек.
деп едім, ойбай, біз мына жақта Қазақстанның заңы әдеп Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Сондықтан бұл жерде сөзсіз бұлар бұның әділдігін тексеріп, әділдігімен бізге ақ қарасын айып, мынаған нүкте қойып береді деп. Сол бойынша біз осыған сендік. Содан кейін ең соңында шыдай алмадым, Қытай консулына барсам, Қытайдың консулында бір жауапты адам бар екен. Бізге неге ерте келмегенсің? Мына созылып кетті. Ол кезде біз 8 ай кезінде бардық. Бұл не деген әлі күнге дейін бітпейтін жер бар. Барлық дәлел факттерді қойып еді, ара сол көріп отырған Қытай консулында Қытайдың өзі басын шайқап кетті. Мынандай оқиғаны, мынандай сылбыранға салып қойып қалай деді. Не үшін? Біздің Қытайда баратын болса, мына семьясымен бірақ қамаймыз деді. Бала шағасымен үйіндегі семьясымен пешіктеп отыр. Қамап, ақ қарасын айып 24 сағаттың ішінде қолдарыңа не сенікі дұрыс, не сенікі қата деген әңгімені шығарады. Мынау не деді? Бірақ бұлардың заңын біз білмейміз. Біз шетелдік, біз жүнгені саясат болса, Қытайдың саясат болса олбайды. Ал енді олардың айтып отырған сол. Ал енді кейіннен мен айттым, бұл енді екеуі де Қытай азаматы, сіздердің назарларыңызда болсын, мынаны осы жағдай осылай болып жатыр. Мыналардан біз үміт күттік. Бірақ прокуратурасына да бардық, анағанда бардық, мынағанда бардық. Бірақ оны ешкім қозғаған жоқ. Бұл амалсыз жағдайда ақпарат құралдан шығарады дегеннен кейін мен де келіп отырмын. Сіздерге айтып отырған мынау шындық айтқан кезде адам өліміне қатысты осындай үлкен бір диаланың осындай дәрежеде 10 ай бойы жыл өтетін уақыт болып қалды. Үстіп отырудың өзінде мен өзім шындық айтқанда мен де өзім аңдаң болып отырмын. Жалпы алғанда бұған енді өте ашқыш жағдай болды. Енді сіздерге айтатын, басқа да толықтап айтатындар бар, енді айырым сұрасаңыз айтып беруге болады дейді сұрақтар. Қытай тарапы өз азаматтарымызға араша түсеміз, өзіміз тергейміз деп жатқан жоқ. Консулдыққа барғанда ол консулдықтағы фамилиясы Чын деген Қытай болды. Ол айтты, өйткені біздің мына осы делоға қатысты келгенімізді білді да, ол сол Қытай консулының ішінде бұрын Қытайдың өзінде бір үлкен провинциясы, жаңа бір қаласының жаңа сол мына полиция саласында 25 жыл жұмыс істеген, осы қылмыстық іспен жұмыс жасаған Қытай екен. Сосын айтты, бар видеоларды көрді, бәрін көрді. Мен көріп тұрмын бәрін деді, біліп тұрмын деді. Бірақ енді білесіңдер ғой, Қазақстанда енді бізде білеміз. Енді қол телефонын алып алып, мына кеткен бұраның қол телефонын алып алып, бұлар соны артынан мына WeChat дейді, WeChat-ға тексере алмады, аша алмады бұлар WeChat-ты. Оған техника жетпеді. Артынан WeChat-ты өзіміз ашқызып, өзіміз техника білетін өзіміздің немелерімізбен ашып, сол қайтарып алып, соны бәрі көрді. Бірақ телефонды 40 күн өздеріне сақтап, оны бермеді. Онан кейін ана қыздардың телефонын алмаған, қыздардың қолдарында жүр. Бұның өзі енді шындығын айтқан кезде, ана телефонды барымталап алып, жаңа кім Иманбай ма? Айтты ғой, телефон барымталап ана жерде. Ана қақ иесіне бермей, осыны азаптағандығы көрініп тұр. Нақты өзінің немелесінде тұр. Енді бір жағдай, киім кешегі, апарған сөмка, ана-мынаның бәрін көрсеткен жоқ. Айтпайды оны. Енді естісек айтады, бір жерге апарып бұны өртемекші болған дейді. Мен бір осындай бір хабар естіп қалдым. Бұны көрген құлагерді бір кейін анықтаймыз. Бұл киімдерді апарып, ана қыздың біреуі бір жерге апарып өртемекші болған дейді. Өртеп, ана көзін жоғалтпақшы болған бір ахуал естіп қалдық. Онда кешіріңіз, бір сұрақ жалпы. Енді қандай болғанда да ашық көрініп тұрған қылмыстық іс бәрібір тіркеледі, бәрі полиция барды, ол жерде қалың куәлер бар. Тура осындай енді дәріптегі бейнені, суретті бәрін көріп отырмыз. Бұл істі мынандай жауап кету, мысалы екінің бірінің қолынан келетін емес. Қандай ол жерде не рөл ойнап кетті? Олардың бір қандай да бір байланыстары бар ма? Енді екеуі де Қытай азаматы болсын, болмаса бір қарыздық немен не отыр ма? Осы туралы бір қандай да бір өздеріңіз. Енді ортақ жаңағы бейресми таныстар арқылы, солардан келген деректер арқылы айтады да жаңағы сол ақшамен бітірген деген сияқты. Солай айтты. 20 миллион емес, артынан кейін енді мен Астанадағы бір ортақ таныстардың айтты, қыздар бір жерде айтқан екен, жаңағы қазірге дейін біздің бергеніміз 70 миллионға дейін кетті деген сияқты. Енді мен білмеймін, бірақ та оның бәрін өздері анықтау керек. Мен естігенім деген айтамын, естіген құлақта айып жоқ дейді ғой қазір. Оны қай жаққа берді деп естідіңіз? Прокуратураға ма жоқ, МВД-ға ма? Енді сол қатысты адамдарға берген шығар. Білмеймін қайда берген. Не үшін қайда оның астары, қайда жатыр, қалай, оны мен бәрін білмеймін ғой. Бірақ мен не үшін осы кезге дейін осының барлығы. Енді қараңыз, екі қыз шетел азаматы. Қазақстан Республикасының несінде менің қызымның Қазақстан Республикасының азаматы болған менің қызымның құқығы тапталып отыр бұл жерде. Мен сол кезде айттым жаңағы. Не үшін ана қыз еркекті бұзып, оны 3 ай қоя беріп қоясың да тергеу амалдары жүргізіліп жатқан кезде сендердің айтуларың бойынша.
Ал январдың 25 күні ол қыз азаматтық алып алады. Мен адвокатым арқылы Алматы облыстық көші-қон полициясына арыз жаздырамын. Жазыңыз дедім, мына екі қыз азаматтық алып қоймасын деп жаздырсам, айтқандай ответ келеді, ана қыз 25 январ күні азаматтық алып. Мен президентке тағы жазам, не үшін азаматтық бересіздер? Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдауда оның әлдеқандай бір қылмыстық іске қатысы бар адамға ол президенттің бұйрығымен оған удостоверение беріледі. Егер ол бұдан бұрын тапсырып қойған болса, онда бұл қылмыстық іске қатысы бар деп удостоверение оның қолына бермеуге тиіс, азаматтық алдым деп ұқтырмауға тиіс. Бұл сонда қайсы заң бойынша түсіндіріңіздерші маған? Айтам, прокуратураға айтам, маған сауатты түрде заң бойынша айтыңыздаршы, түсіндіріңіздерші деймін. Маған заң бойынша сауатты айтып түсіндіретін ешқандай мен ешкімді көрген жоқпын. Енді жалпы сол 2 жылмен өзіңіз жеке жолықтыңыз ба? Жолыққан жоқпын. Олар бар ғой, ертеңінде мысалы, егер оларда қылмыс болмайтын болса, таңертең скорый келді, 12-ші больницада Жалабеңгі деп сол жерде баланың жанын сақтап жатқан кезде жүрдік. Бұлар келіп бізге туыс-туғаннан да, өздерінен де келіп мынандай болды деген, ешқандай бізге келіп жолығып, ешқандай бір немене болды. Ең болмағанда, кінәсіз болатынымыз, қылмыссыз болатынымыз келмей ме? Ой, аға, аппай, осылай жағдай болды, бірге отырып едік, бірге неме етіп едік, бірге жүрген едік. Міне осындай жағдай болды мынау. Не үшін келмейді? Бірінші, көз білмеушілік бар. Екінші, ар жақта міне қандай нәрсе тіріпті мен білмеймін. Фактім болмағаннан келгенде, бәлкім бұл жемқорлық жайлаған қоғамда алғанда шығар. Ақшаны көрсе, берсе жолдан тайып дейді ғой. Оны мен дәлел фактім жоқ. Анау алды, мынау алды деген. Бірақ бұл жемқорлық жайлаған қоғам бұл бәрі де айтып жатыр, мен емес. Бұған тиімі болмай тұр. Бірақ әңгіме қай жерде дегенде бұның қазіргі жағдайы бұлар бізге келіп кемшілік сұрағанда жоқ. Не болмаса, әгіндейді бір жағдайында айтқан жоқ. Адвокатымен сөйлесейік, басқа осыдан басқа ешқандай. Енді жаңағы қызымды айтқан, қызым жаңа сол күні барған полицейлерге айтқан, ертесіне мен ровдқа барған еді ғой. Қызыңыз жаңағы қарыз алған екен, қызыңыздың қарызы бар екен, сосын тағы не дейді, құдай-ау, енді қызымды полицейлерге барған тергеушімен оперларға ол қыздар күн көре алмай жүрген бір қызды көрсетіп тастаған ғой. Күн көре алмай жүрген бір қызды көрсетіп, бүкіл өтірік показания беріп сөйтіп тастаған. Кейін мен қызымның міне банковый шоттарды алып шықтым. Қызымның 2023 жылғы 7 айдан бастап, Кореяға барғаннан бастап, 2024 жылғы 7 айға дейін Каспий банктың шотындағы айналым сомасы 136 миллион. Қызым, мәселен, мен әзір бір студент қыз сондай ақшамен солай жүреді десе, мәселен, оған ешкім ойлауы мүмкін. Өйткені қыз 5 күнге жетіп болғаннан кейін ол күнде оның аудармақысын және достар отыр. $150 болатын. Күні $150. Күні $150. Бір выставка 3 күнді құрайды. Енді сосын кейін Қытай компаниялары қазір міне Ахан Сатаев өзіміздің кино несі сол кісінің студиясымен Пекиндегі жаңағы бір кино студиясының арасында ол қыз переводчик болып жаңағы соның жаңағы жобаларын жазып және Ахан Сатаевтың 3 киносын Қытайдағы Шанхай кинофестивалына апаратын болып сол жерде соның аудармасын алатын болып солай келісіп солай жасаған. Енді сол жаңағы дәрі-дәрмек компаниялары бар, Алигат компаниялары, EI техникасының технология компаниялары бар. Сол Пекиндегі кино студияларының несі бар. Міне 10 Алигат компания сол уақиға тула салғаннан кейін қызымды таппаған ғой. Бірақ жаңағы бір ортақ таныстар арқылы біліп, бүкіл біздің Қазақстан Республикасының президентіне, президент әкімшілігіне, жоғары сотқа, генеральный прокуратураға, МВД-ға хат жазды, үндеу жолдады. Ол қыздың характеристикасы қандай еді, қандай қыз еді, әділ тергеңдер деді. Даже бұны да Алматыда құқық қорғау органдары ілікке алып отырған жоқ та мәселен. Екеуінің достығы қайда, бизнес ортақ не қайда? Мына мен аққарасында, менен мына аққарас арасындағыларға ең соңғы сөзімді айтпақшымын. Бұны жоғарыда тыңдап отырған прокуратура, құқық қорғау орындары, одан кейін заң органдарының барлығы енді осыны аққарасын айырып тура шешіп берсе. Егер тура әділетсіздік осылай болып, бұл сұрақсыз кететін болса, біз тоқтамайды. Біз іздене береміз. Біз жалғас ізденеміз, біз қоймаймыз. Ең соңына дейін барамыз. Ол ашық айту керек. Ол ана болды, бүгін бір-бірін жағдап қояды деген сөз, ондай оғымнан аулақ болсын. Бір сұрақ, жалпы оқиға орнында қаншадан болған? Сіздің қызыңыз 2 жыл. Тағы 3-ші адам болған жоқ қой, өйткені бір аудиоларды қайсының неден тыңдадым. Мен төбелете жасырынып отырмын, анда сөйтіп жатыр деген бір нені тыңдадым. 4-ші адам бар ма? Енді мен білмеймін.
Енді сәріздің несінде айтқанда одан басқа 3 қыз болған деп айтады. Ал жаңағы неде енді оны мен айта алмаймын. Ал сол күні жаңағы барған куәгерлердің одан кейін ана Әмір Жиганың астындағы охраналардан барып, сол кезде де мен артынан ағаларыммен бірге барып сұрадым. Олардың үстіге шыққандары да болған екен. Олар айтты. Одан кейін ана блогер бала жігіт айтты. Үстіге көп адамдар шықты сол кезде. Сонда айтты дейді, 2 қыз мас екен, дәл шеккен оқшайды, көздері стекло деп айтты дейді. Ал енді ол туралы қазір тек қана жаңағы спирттік несін ғана анықтаған, оның жаңағы наркотоник оны нетпеді. Жалпы істе, сол оқиғада қанша адам болды деп. Істе жоқ ондай. Мен іске енді кірістім, іс материалдармен танысам, бірақ анасының айтуы бойынша сол 2 қыздан басқа ешкімді істе тіркемеген. Бірақ аудио бар. Аудио бар, иә. Мен аудионы тыңдадым. Мынандай біреу аудио айтып отыр, екі ұрып жатыр. Қызының қанында спирт жоқ. Мен туалетте жасырынып отырмын дейді. Өйткені ол қыз өзі Соттарына келіп, міне фотолары, бұл осындай ибалы, міне достары отыр, бүкіл осы жерде отырған студенттер отыр, міне. Видеоны көреміз ба? Сен уақытын сармайын, видеоларды Екі қыз онан кіші ма? жастар қаншада? Жастары, біледі, біреу 2004, біреу үлкен, біреу 1 жас кіші ма, тек 1 жаста тапталады ғой деймін. Қызыңыз нешінші жылы? 2002 жылы. Қызыңыз 2002 жылы. Біреуі қай жылға ма? Біреу 2004, Біреу 2000 ғой деймін. біреу 2000. Енді сол анасы кейін телефонын полициядан қанша айдан кейін 40 күннен кейін алғаннан кейін Ақнардың өзінің телефонынан жаңағы азаптау фактілерін тауып алған. Ана жерде тұра тұрыңыз, әне қан тамған тәпішке ана ана тәпішке жоқ, істе жоқ анау. Мен 30 түрлі нәрсе дізіп апардым. Осыған жауап беріңіздер болды. Осыған сіздер жауап берсеңіздер, мен бұл өздігімнен кетемін дедім. Ешкім оған маған жауап бере алған жоқ. Видеоны кім түсірген? Жаңағы Телефоннан тауған. Это қаттырақ шығаруға ма? Больше не делается. Не делается? Да, там на максимум. На жақтан ма? Да, там на максимум поставил. Алды. Микрофонды былай қарай алсана. Видеоны бізге бере аласыздар ма? Иә. Кім дауысы бұл? комментировать етіп отырыңыздаршы. Мына жақта бұны Ақнардың телефонынан таптыңыз ба? Ақнардың телефонынан мынау әкесі сол күні телефон ал дедік қой біз. Адрес қайда, бер дедікші. Сосын алмай Ақнардың телефонынан сол жердегі бір қыз әкесіне аудио жазады. Мында өлтіріп жатыр, қылқындырып жатыр деп. Мына жақта сол. Ана бас жағында бүкіл алынбаған телефондар ғой, ана әкесінің ызбарлаған жаңа әкесінің арқасында ғой. Мына бір қызды өлтіріп жатыр. Мынау қасымызда бір қызым сәжін болды. Өлтіріп жатыр. Қылқындырып. Мен туалетке кіріп өзімді құттабар жалғыз тұрмаған қызды өлтіріп. Мына қыздың кім екенін білмейді бұлар. Бірақ үшінші адам сол жерде болған, өйткені Жаңа қыздың біреуі. екі қыздың біреуі ма? Яғни бұна аудиолар Ақнар құлады дегенге дейін Ақнар азапталып жатқанын, талып жатқанын сол аудиолар дәлел болады да. Енді Ақнардың телефонынан мына видеолар табылған. Ол телефон ана қыздардың қолында болды.
Әне Ақнардың үстінде отыр жаңа қыздар. Әне қолын қайырып Ақнардың үстінде. Қате сен, қате. Әне ұрып атқан не? ұрған бес ауыздан түк жоқ. Әне қылқындырып жатыр. Әне аузын басты бірдеңе айтып. Аузын басты бірдеңе айттырмай, әне дейді әне. Ана екеуміз шегіп алған дейді. Қазір тұра тұрыңыздар. Без комментариев жасап жіберіңізші видеоны. Жіберейік па? Звук комментарий. Ана екі қолын бірғысы бермей отыр. Тағы бір видеосы бар еді ғой, тапшықтың Сөйлетпей, азапта қалып. Сөйлеспей. Осыны Қазір сөйлемеңіздер. Шыңғырып атыр. Мынау телефоннан 40 болғаннан кейін 40 күннен телефон алған кезде былай ақтарып отырған кезде уже жауымен көрмей қалған ғой оларшы. Сосын неде және әлі көрдіңіз ба? 2:50 бірнеше секунд құлайтыннан 1 минут бұрын. Ана жерде сыртынан түсіреді, ал басқа жерде түгел анық жаңағы түсіріліп. Не үшін ана жерден онда бүйтіп көрсетпейді? Демек ана қыздың оған көрсетіп қана терезеден лақтырып алып жатқан көріп тұр может. Мынау құлады деген уақыттан 1 минут бұрын, яғни әлі арпалыс болып жатқан. А блогердің видеосы бар ма сізде? Бар. Сонда 1 минуттың ол. Тапочка видео мында сізде скриншот екен. Бұл тергеушілер удалить еткен видеолар бар деп ойлайсыз ба? Удалить еткен видеолар бар деп неден ойлаймын жаңағы. Адвокатым сол кезде Мырзағи, Құдабаева Мырзағи артынан кейін бар видеоларды көрген, сол кезде маған жіберген аудиолар бар ғой Инга. Адвокаттың жаңағы. Мына видеоны делана келді ме? Иә, енді тағы да ана басқа қыздың телефонынан алып, болмаса ана қыздардың телефонынан алған видеолардан азаптаған тағы да 2-3 видео бар дейді, 3-4 видео бар дейді. Мен адвокатым. Уже мынау деген рәсми жаңағы азаптаған, өзім аяғымнан жан кетіп қалды деп шықты адвокат сол күні. Бұрыннан бар. Осының алдында жаңағы бұлардың 13-ші апрельде тағы да апарып жаңағы қызды қинап неткен тағы да сондай уақиғасы бар. Бұрындағы сол ма? Ақнарды ма или басқа қызын? Ақнарды. Қабатта құлап түсті. Оқиға кеше кешке Алматыдағы пойыз тұрғын үй кешенінде болды. Алдымен кешенде қыздың шыңғырған дауысы естілген. Тұрғындар мұны ер адам мен әйелдің арасындағы күнделікті ұрысқа балап, бұған аса мән бермесе керек. Алайда бірнеше минуттан соң бойжеткен 7-ші қабаттан жерге құлап түседі. Куәгерлердің айтуынша қыз құлаған пәтерде одан бөлек 3 мас қыздар болған. Айналып құлағанына қарағанда қызды біреу итеруі ықтимал. Қыз демалып, ал оның денесі жыбырлап жатты дейді тұрғын. Полицейлер мән-жайды анықтауда. Бұл сол күнгі видеолар, сол күнгі қыз айналып құлады деген куәгерлер қайда? Олар сізде жоқ.
түскен ба қазір? кірген шыққан кезде. Қай уақытта кірген, қалай шыққан? Тегі кіріп бара жатқан сол ақнардың қасында қыздың кіріп бара жатқан бір видеосы болған. Қыз құлағаннан кейін шыққан кездегі видеосы бар ма? Қыз құлаған кездегі видео дейді. Ана ақнардың перепискаларын көрдіңіз ба қыздармен? Қалай жаңағы дөрекі сөйлесіп ма, жоқ жай келесің бе, көрсетесің бе деді. Иә, келесің бе, көрсетесің бе. Дөрекі жазғандар жоқ па? Бұған дейінгі қарым-қатынастар дөрекі Сіз айттыңыз ғой маған, бұған дейін де оны Анау 13 апрельде бір оқиға болған, солай хабарласқан, иә? Мынау енді жаңағы біздің өзіміздің не қылған магнумнан алған жаңағы беріп жақындатып шығады. Ана ортаңғы терезе. Ана Гагарин магнумда. Секірді ма, не болсын бұлар өздеріңіз қараңыздар. Лақтырған ғой. Тұрғанда болса да ол итеріп жіберген болуы Бір минут қалғанда шыңғырған дауыс естіп отыр ғой. секіріп ұқсамайды. Итеріп жіберген сияқты нәрселер. Жоқ, қарап тұрмын. Енді барбаристан алған. Осының бәрін туысқандар Мұның бәрін полиция таппаған, өздері тапқан. экспертизаның несі бар ма, сараптамасы? Экспертизаны біз қосымша тағайындатамыз. Бұған дейінгі жасағандары. Комплекс экспертиза. Мен даже Қазақстанда экспертиза деген нәрседен бар ғой. Том қағаз. Біз бар ғой, мен ойлаймын, біз Қазақстан емес, Қағазстан екенбіз депші. Не сұмдық мынау. Даже сол экспертиза нәтижесінің өзі деген 60-70 парақ. 60-70 парақта не ол қыздың өкпесінің үлкендігі қанша, жүрегінің үлкендігі қанша, ол не керек? Даже дұрыс медициналық дұрыс сараптама болмаса, бізге оны полиция анықтамаса, не болмаса оны медицина қызметкерлері дұрыс оны анализ жасамаса, тисе терекке, тимесе бұтаққа. Өзі барып кетуі мүмкін, бұлай жазып отыр ғой оны. Оны жазғанда оны бір ойып дүниесі. Жоқ, қыздарды көрсетпейді. Қазір ана қыздың құлаған жері. Айналып кетіп қойды. Ол мынау қасында жаңағы сол жерде арбатта жүрген балалар екен да, ана жерде айқайды естиді, осылар келеді ана жерге. қарап тұрады ма айғайға? Иә, қарап тұрады, одан біраздан кейін жақындайды. айғай-шу болып жатқан кезде қарап тұрған ғой адамдар, свидетельдер көп. Соның арасында секірген ғой сен. Бұның бәрін өздеріңіз таптыңыздар, иә? Иә. Шу төбелес болып жатқан адамдар Ешкім полиция шақырмаған ба? шақырмаған. Жаңа айтып тұр ғой, әйелі мен күйеуі төбелесіп жатыр деп ойладық. Жарты сағаттай айқай. Әңгіме телефонын барымталап алып тұр ғой. Жоқ, басқа естіген көршілер шақырмаған ғой. Ақыраны да бір әңгіме тақымда. Жеткілікті шығар, иә? Қалған екен. Енді осыны жаңа анадан басқа азаптаған видеодан тағы да 3-4 видео бар деп мен адвокаттың жағдайға дұрыстағын айтқан, сол кезде орында аудиосын мен қойып қойған. Иә, енді бұл жерде жаңағы сондай азаптаған барлығы түгел анық бола тұра, мен сіздерді осыдан қандай дәлел керек деп жыладым, мен оларға айттым. Жоқ, әлде сіздердің алдарыңызға, прокурордың алдына, полицейлердің алдына, мені қызды міне өлтіреміз деп әкелгендегі емес қозғайсыздар да сіздер. Уже екі қыз төбелесіп жатыр, бір қыз әлі бір қыздың шашын жұлып жатыр, тырнап жатыр деп. Жұлынған шаш менің қызымдікі. Тырналған, тырнақ менікі, қылпытырылған қыз менікі.
жұлынған тырнақ менің қызымдікі. Сонда біздің Қазақстан Республикасының Алматы қаласында отырған құқық қорғау органдарының полицейлеріне қандай факт дәлел керек? Айналып келген кезде қыздың үсті тістелген ғой. Сол қыздың денесінен ДНК-ны алып, ана екі қыздың аузынан ДНК алыну керек еді ғой. Кім тістегені неге осы уақытта? Енді мыналар жоқ, оның керегі де жоқ. Мыналардың барлығы істемейді ғой. Жоқ, жалпы дейді. Екі ғана біз болғаннан кейін солар істеді деген сөз. Мен айттым. Жақсы тексерсе, тергесе мен айттым. Мен дедім, мен қызымды өлтіріп алып, мен өзім тырнаған жоқпын. Мен өзім қылқындырған жоқпын. Мен марқұм қызымның білегін мен өзім тістеп алған жоқпын ғой дедім мен. Енді анандай айқай, анандай дәлел фактілер тұрса, осыншама адамдардың бәрін характеристика деді. Бүкіл мен сіздерге айтайын, психологиялық экспертиза тағайындаймыз деді. Даже мені оның қаулысымен де таныстырған жоқ. Бірінші рет Алматы қаласына не қылған кезде. Ал оның қорытындысында не деп шығарған десеңіз, ол қыз жаңағы анау қарызы бар екен, сосын жаңағы не дейді? Андай телевизор шағып қысылды. Иә, өз істе деген сияқты бір нәрсені тисе теректе, тимесе бұтаққа шығарып қойыпты. Мен айттым, сендер менің қызымнан жаңағы жынды жасармай отырсыңдар. Ал екі қыздың показаниясы 6 сағат бойы қызым сол жерде болған. Ал тергеушінің қыздардан алған бостандық іске роботтағы тергеуші болсын, мына недегі қалалық департаменттегі тергеуші болсын, 6 сағаттан артық 6,5 сағат болған сол жердегі уақиға орнында болған қыздардан алған жауабы, қойған сұрағы 6 минутқа жетпейді. Мынандай бір параққана ойлаңызшы, мынандай бір параққана ол қалай сауал? Ол бұрын өлгісі келеді ме деген сұрақ қойған. Ойлаңыздаршы. Мен сөйлейінші, мен осы істің Ақнардың қайтыс болған күннен бүгінгі күнге дейін түйгенім, Қазақстан Республикасының роботы, прокуратура, анау-мынауысынан барлығынан түйген бір ойым, Ақнар ана жерде уақиға орында 3 қыз деп тұр ғой қазір. Өлген Ақнар, 2 қыз тірі. Біреу терезесіне 7-ші қабатта мысығы секіріп кетсе де түседі. Ана 2 қыз түскен жоқ. Жарайды, сол кезде мысалы бір стресс болып, басқа болды дейге. Таңертең ертесінде роботыға барып, менің адвокатым бар деп кеуделерін керіп жүргеннің есесіне, егер сол істе, сол жерде, сол кінәлі болмаса, сол қыздар сол жерде қызылдап жүретін еді. Тәте, осылай отырғанбыз, осылай әңгіме болған. Бір уақытта отырды, Ақнар сөйтті, битті деген секілді әңгіме айтылатын еді. Жоқ, олар керісінде ертесінде сағат 10-ның кезінде Каспий банкте 8 миллион ақша шығарып жүреді. Бір қыз өліп жатса, 8 миллион ақша қайда кетті? Тексеру керек. Әкесінің басына берген жоқ, қайда барды? 8 миллион доллар. Мен сенаға сөйлеп алайыншы. Сосын екінші менің осы істің басынан соңына дейін көрген әр рет жаңағы бір куәгерлікке шақырады ғой. Ақнардан кірізі деп отырады. Сөйтіпті ғой, бүйтіпті ғой, андай екен ғой, қарыз дейді. Ақнардың мойында әне көрсетіп отыр мамасы. Бүтін Қытаймен, ортада доллармен, басқамен жасаған саудасын бәрі көрсетіп отыр. Тек Каспийдің өзінен 36 миллион теңге көрсетіліп тұр. Ақнарға кірген ақша, иә? Егер ақшаға бола адам өз-өзін секіртіп, 7-ші қабаттан секіре білетін болса, мен айтайын, 18 миллион қалып па Қазақстанда? 17 тең жартысы үлкен ересек адам десең, соның 4 миллион терезеден секіру керек қой онда. Өз қол жұмсау керек қой, егер қарызға адам беретін болса. Ал екінші Ақнардың қарыз емес екен дәлелденіп отыр. Мен сол күннен бастап көргенім, полициясы болсын, роботысы болсын, бізді артқа қарай чегіндіріп, бір мына мақұлықтарды, ана 2 қыздың показаниясы бойынша Ақнар анау екен, мынау екен деп, бізді жолға сайып, бір қойшыма, егіншіма, болмаса заңынан басқадан хабары жоқ, болды деп кете беретін біреу деп ойлады бізді бірінші күннен. Өйткені бізден барған күні олардың айтқаны, олар бізге олай айтпау керек. Біз уақиға орын тексеріп жатырмыз. Сіздер бізден күмәнданбаңыздар. Бәрі өз орнымен контролда тексеріліп жатыр. Былай деп айту керек. Жіпке тізгендей. Ағамыз барды, мен бардым, жолдасым бар, тағы бардық, иә? Бізге айтады. Қазір интернет ақпарат құралдарының біреуіне бірдеңе деп шығады екенсіздер. Алдың 1,5 миллион, 2 миллион іштірап, одан ары қарай болса бәлен жыл отырасың дейді. Бірінші күні бізге ондай айтуға ешкімнің қақысы жоқ. Ақпарат берген адамды ұстайды. Сосын мен өзім текелде жаңағы үлкен бір зона отқа бар менде. Мен қарапайым түрде айттым. Мен Қазақстанның Республикасы заң несін мен жаттап біліп алған жоқпын. Мен заңгер емеспін. Мен адвокат емеспін. Мен сотпен бұғанға дейін ешқандай ісіміз болған жоқ.
Ақнардың өлімі бізді оятты. Қазақстанның заңына, Қазақстанның ровдысына, Қазақстанның полиция қызметкерлеріне, оперлеріне қалай қарау екенін үйретті. Егер мен дедім, бұдан бұрын осындай бір іс болса, менің семьямда, отбасымда болмаса, менің маңайымда, әулетімде, мен сол күні 12 комиссияда Ақнар өлсе, тірілсе, мен ана жерде болатын едім. Мен Қытайдан келіп, Қытайдың жаңағы қылмысты қалай тексеретін, мен сол бойынша ойлап қалдым. 3 сағаттан кейін ағамыз бар, інім бар, ағамның ұлы, мен бар, жолдасым бар, есімізді жинап ровдыға барғанда, ана қыз, ана әпкемнің ұлы жаңа вақиға орнына барған ғой. Сонда айтады, мына қыз болатын деп сөйткеннен біз не болып қалды деп, мына ағам айтты ғой, жаңағы айтты ғой, не болып қалды, не болып еді, бергеші балам деген секілді айтса, адвокатымен сөйлесу. 2 сағаттың ішінде оған адвокатты кім тағайындап еді, кім ақыл үйретіп отыр оған? Біз вақиға орнына баруды біз білмейміз, сонда біз топас, біз надан болып тұрмызса, аналар ақылды ма сонда? Адвокат жалдап ала қоятындай? Адвокатты тұра тұрып неге жүгірмейді? Мысық секіріп кетсе де түседі астынан. Мысық секіріп кетті. Оның қастарында отырған достар өліп жатыр ғой астында. Түскен жоқ 2 қыз. Өйткені ровдымен тіл байласып отыр. Оперлермен тіл байласып. Тағы бір нәрсені айтайын. Сосын мен барған кезде айттым. Бізде дедім, менде зона отдыха бар. Бір юртада отырып демалып отырған 2 адам, 2 дос. Бірінің басын бір жарып жатты. Сол кезде бүтін опері бар, басқасы бар, анасы бар, мынасы бар. Біреуіне скорыйға звонок түссе болды екен. Бірақ келеді екен бұлар, уылдап шуылдап. Адам өліп отыр. Ана жерде бәрін тексеріп, ана менің юртамды аузы пешеттеп кетті. Мен 7 күн аша алмадым, ана екеуінің ісі біткен жоқ. Хотя бы ол жерде адам өлім болған жоқ. 2 дос бірін-бірі кешіріп отыр. Менің ана жерде тұрған бүтін зона отқан түсіп тұрған камераны пешеттеп кетті. Мен солардың ісі біткеннен кейін барып қана мынаны ашып беріңдерші деп өтініш жазып барып аштырдым. Оның қасында ана жерде Ақнардың өлімі болды ғой. Неге сөйтпейді десе, ол сіздің әлеуметтік орныңыз. Біз мынау жеке семья, біз олай печаттай алмаймыз, анау дейді. Жарайды, мен заңды білмедім, бірақ өзімнің көзқарасым. Мен айттым, кейін заңды түрде мен осы сұрақты қайтадан бір жерде дедім. Қайтадан бір жерде қоятын боламын, жауаптарым дайын болсын дедім. Ал өткенде ютубта ақтарып, тұратыңызшы Сейлаға, ютубта ақтарып отырдым, Гүлстанға жіберіп бердім, ютубта ақтарып отырдым. Бір әйелмен күйеуі отырады, қандай жағдайда 21 жастағы әйел қазір ютубты шулатып жүр, секіріп кетті, сол ана квартираны пешеттеп тастаған ғой, ана күйеуі қайда десе, айтады жаңағы, уақытша тергеуде отыр дейді. Ал ана қыз неге уақытша тергеуде отырмайды? Олар неге Қытайға қалтаңға түсіп кетеді? Неге азаматтық алады? Енді жаңағы жалпы жан-жайты барлығы бәрі айтылып жатыр. 9 ай 9 күн бойы мен негізінен жаңағы ойладым. Міне мына жерде жаңағы мына әлбетте біздің мемлекетіміздің мына белгісі жоғары генеральный прокуратурадан қалалық прокуратураға келеді. Генеральный акты тұрғызып жәбірленушінің мына несін қарап, қайтадан екінші жақ жәбірленушіге осының жауабын айтыңдар дейді. Ал сонда бұл акты тұрғызып алғаннан кейін, генеральный акты дегеннен кейін, ол бас прокуратураға Алматы қаласы не деп жауап беріп отыр? Маған не үшін жауап келмейді? Сол үшін мен ойладым, жарайды дедім, өткенде 9 ай 9 күн болған кезде мен туысқандарыма айттым. Мен осы қызымды 9 ай 9 күн құрсағымда көтеріп осы дүниеге әкелдім, жарқыратып өмір сүргіздім. Енді мен осы қызымды ақ көйлек киdirіп, ертең қызығын көрем деген қызымды мен ақ келін киdirіп о дүниеге аттандырдым. Енді сол қызымды дедім, ақ келін киdirіп жердің астына тапсырған 9 ай 9 күн болған күні мен барам дедім. Мен генеральный прокуратураның алдына бардым. Плакатымды көтеріп азаттыққа шақырдым. Даже бір адамның жаратылуына 9 ай 9 күн кететін болса, бірден оның анықталмауы 9 ай 9 күн уақыт деген сұмдық қой. Не үшін адамның қанынан осылай обал сауапқа қарамаймыз? Не үшін біздің құқығымыз тапталады? Енді міне осыны достар білмейді екен. Мен сол Азаттық радиосына, Азаттыққа сұхбат бергеннен бүкіл студенттер көтерілді. Қазір Ақнарға әділдік деген қоғам, қауымдастық болып құрылды. Бүкіл Қырғызстан, Тәжікстан, Орта Азия елдеріндегі студенттер түгел бір группа болып кетті, қазір ұжым болып кетті анау видеоларды көргеннен кейін. Олар кенепке де жазды, хат жолдады. Мектеп ішінде, университет ішінде осындай жағдайларға қатысты жаңағы. Күні бүгінге дейін осы делоның анықталмай жатқандығы туралы. Әділ тергеу, әділ сот деп жүр қазір бүкіл парақшаларда.
Ал сосын кейін бұл барып жаңа Қытайдың сайттарында тарқалған. Кешенің өзінде ол 2-3 миллион, бүгінге дейін 4-5 миллион көрілімге ие болды ол. Даже қазір міне Қытай компанияларының өзі екі елдің ортасында Қазақстан Республикасындағы мынаны қазір оқысаңыздар болады. Қоғамдық тәртіпке біздің жаңағы неміз сеніміміз жоқ. Қазір сондай аңыз қалыптасып жатыр бүкіл халықарада. Ал студенттер айтып жатыр, егер бұл анығына әділ тергелмейтін болса, біз оны бүкіл халықаралық дәрежеге дейін жеткіземіз деп. Ақнардың Америкада отырған, бірге оқыған сабақтастары, отырған сол жердегі бүкіл шетелде жүрген сабақтас достары түгел солардың барлығы айтып жатыр. Енді бұл жерде мен жаңағы өзім Астана қаласында тұрамын, қызым Алматыда оқыды. Бірақ Ақорданың іргесінде үйім. Ақордада біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан құрамыз дейді. Өткенде 19 наурыз күні парламенттің Қошанов мырзаның бір мақаласын көрдім. Сол әділетті Қазақстан құруға қатысты, сол реформаға қатысты. Сода оның тақырып айтылған әділетті Қазақстан құру арман емес деген тақырыппен шықты. Мен сол мақаланы оқыдым. Ал әзір қалай? Мен бір қызымның азапталып өлтірілген бір қызымның әділет іздеп жүргенімен қазір 1 жылға жоқ уақыт бар. Мен айттым, маған арман ол дедім. Мақаланы оқып отырып жыладым үйде. Сол үшін мен осы отырған журналистер арқылы, осы жерде отырған әрбір ақпарат құралдары арқылы мен осы диалогым президент әкімшілік жағынан тіптен назарға алынды. Генеральный прокуратура МВД жағынан, өткенде МВД-дан адам келді, тергеу тобы болып. 4-ші айдың 2-сі күні мен МВД-дан онлайн қабылдауында болдым. Адил Санжаров орынбасары қабылдады. 4-ші күні тергеу тобы деп Марат деген тергеуші келді. Даже сұрады, айтты, мен сіздің жан айқайыңызды бәрін білдім. Делода сақталған мәселе өте көп екен, біз бақылауымызға аламыз деп кеткен. Ал бақылауын алғаны 4-ші айдың 4-сі. Қазір мамырдың нешесі болды. Әлі ештеңе жоқ. Сол үшін мен айттым, жаңағы әділдік болсын. Өзім мысалы бір Құдайға сенемін, ұстанымым. Құдайға сенемін. Жаңағы барлық нелерде жаңағы тек қана әділдіктің болуын қалаймын. Енді не мынау? Ал енді мысалы міне қызымның жаңағы Вичаттағы қыздармен сөйлескен, жаңағы бір қызбен сөйлескенде бар. Ол қыз міне мына ақпаратта тұр. Ол осы Қазақстан Республикасындағы белді университеттердің жалған дипломын сатумен айналысқан облыс. Мен осыны да айттым. Даже прокуратурада айттым мен. Жалған диплом сатумен айналысқан қыз біздің Алматы қаласында құқық қорғау органдарын сатып алып, осы мына менің қызымның делосын жауып отыр дейді. Мен сіздер мынаны анық тергемейтін болсаңыздар мен айтам дедім мен. Мемлекетіміздің шегендеген шекарасын шетелдіктерге сатып жіберетін сатқындар міне біздің құқық қорғау органдарының ішінде отыр деп мен ақпараттың алдында айтам осыны деп ескерткен ол кісілерге.